Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен блинчик жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарамыз. Егерде жұмыртқаңыз үлкен болса 3 дана, кішкентай болса 4 дана қоссаңыздар болады. Мендегі үлкен жұмыртқа. Кейіннен қант салып, миксермен жақсылап қант ергенше араластыратын боламыз. Қатты көбік болудың қажеті жоқ, тек қана қант ерісе болды. Араластырып болған соң сүт құямыз. Кейіннен бір араластырып, сұйық май құямыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды електен өткізіп, 2-3-ге бөліп салатын боламыз. Оның үстіне жарты шай қасық разрыхитель қосамыз. Онда електен өткізу міндетті болып табылады. Түйіршіктер қалып қалмас үшін. Және де жақсылап миксермен араластырамыз. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Осылайша ұнымыздың 3-ші бөлігін саламыз. Бұл массамыз орташа қою болып шығады. Осылай шыққан дұрыс, және де осыдан кейін қайнаған суға, яғни қатты ыстық емес, қайнаған ыстық суға жарты шай қасық ас содасы салып, жұмыртқалы массамызға құйып, миксермен жақсылап араластырамыз. Жылы қайнаған ыстық су құйсаңыздар, блинчиктеріңіз әдемі болып шығатын болады. Жұмыртқалы массамыздың қамыры қатты қою емес, қатты сұйық емес болды. Табамызды қыздырып, қызып тұрған табаға құйып, қызартып, пісіріп алатын боламыз. Оттың асты қатты жай болмау керек, орташадан сәл жоғары қызып тұрған болуы қажет. Осылайша алып, екінші бетін аударып, қызартып, пісіріп аламыз. Түрлі начинкалармен немесе бөлек беріп балаларға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Қайнаған су құйғанымыздың әсерінен қимағымыздың шет-шеті қатпай, жұмсақ болып, өте әдемі шықты. Ас болсын баршаңызға. Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен голубцы тағамын жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен күрішімізді жібітіп қоятын боламыз. Шамамен көз мөлшерімен 1 кеседей күрішті тазалап жуып аламыз. Кейіннен жылы су құйып 10-15 минутқа қойып қоятын боламыз. Үйдегі адам санына қарайсыздар. Болгарскийлерімізді алдымен тазалап жуып келеміз, кейіннен осылайша ішін тазалайтын боламыз. Менде 18-20 шақты болгарский әзірледім. Барлығын тазалап болғаннан соң салмасын әзірлейміз. Алдын ала ашылған пиязымызды осылайша майда етіп турайтын боламыз. Бөлек ыдысымызға туралған пиязымызды саламыз. Кейіннен салмасына 1 помидор қосатын боламыз. Ол жаңағы голубцымыз сулы, дәмді шығуы үшін. Помидорымызды да осылайша майда етіп тураймыз.
Туралған помидорымызды осылайша ыдысқа саламыз. Кейіннен күрішімізді судан бөліп алып, күрішімізді салатын боламыз. Және де фарш қосамыз. Фаршты көбірек қоссаңыздар да болады. Менде орташа көлемде болды. Және дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Және де азғана бір қасық сұйық май қосып жібереміз. Ол жаңағы салмамыз құрғақ болып қалмас үшін. Осылайша жақсылап араластырып, іші тазарған болгар бұрыштарына осылайша фаршымызды, дайын болған салмамызды саламыз. Қатты толтырмай саламыз, себебі күріштеріміз ісініп, толып кетуі мүмкін. Жартыдан сәл көбірек қылып салатын боламыз. Барлығын салып болған соң, қазанымызда қызып тұрған майға майдалап туралған пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Картопымызды саламыз, және де үккіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Бізде балалар сәбізді ірідей жемегендіктен осылайша үккіштен өткізіп тағамдарға қосамын, сонда балалар да жақсы жейтін болады. Жақсылап қуырамыз. Кейіннен тағамымызға томат қосып, дәміне қарай тұз салып, сорпамызды әзірлейміз. Су құйып, бірінші сорпамызды қайнатып алатын боламыз. Сорпамыз бір қайнаған соң, болгарскийлерімізді, жаңа дайын болған голубцилерімізді саламыз. Голубциларымыз бір қайнаған соң, астын баяу қойып, шамамен 1 сағаттай қайнататын боламыз. Сол кезде мінекей тағамдарымыз дайын болды. Осылайша кесеге құйып ұсына береміз. Өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға. Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қойдың етінен қуырдақ жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен таза етімізді бөліктерге бөліп аламыз. Құйрық майымызды осылай бөліктерге бөлеміз. Омыртқаларымыздың шет-шетіндегі еттерін аламыз. Қабырғаларымызды бөліп, барлығын дайындайтын боламыз. Қазанымыздың астын жағып, қажетті мөлшерде май құямыз.
Етімізді салып, қуырып бастаймыз. Алдымен етімізді жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұзымызды салып, ет қуырып жатқан кезінде тұз салып, қуырып бастаймыз. Етіміз жақсылап қуырылуы қажет. Пиязымызды тураймыз. Алдын ала ашылған, жуылған таза пиязымызды етіміздің үстінен салып, қуыратын боламыз. Алдын ала ашылған, жуылған таза картоптарымызды да дөңгелек етіп кесіп аламыз. Етіміз 40-45 минуттай қуырылды. Енді картопымызды салып, картопымызды да бірге қуыратын боламыз. Астын орта отта қуырамыз. Мінеки тағы бір 35 минуттан кейін қуырдағымыз пісті. Өзінің суында тарелкеге салып ұсынамыз. Менің нұсқамдағы қуырдақ осындай, өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын баршаңызға. Қайырлы күн достар, сіздермен Аязжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен американский пончиктер жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, пышный болып шығады. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Кейін құрғақ ашытқымызды салып, қантымызды, тұзымызды салып, жұмыртқа саламыз. Венчиктің көмегімен немесе осылай вилкамен жақсылап араластырамыз. Біркелкі етіп араластырып болғаннан соң, алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз осылайша жартылай илеп болған кезінде бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сары майымыз толықтай қамырмен араласуы қажет. Толықтай қамырға сіңуі қажет. Миксер болса, миксермен қамыр илесеңіздер болады. Көп илесеңіздер, толықтай сіңіп, қамырымыз жұмсақ, өте керемет болып шығады. Мінеки араласып болды. Енді қамырымыз ашуы үшін бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Менде 2 сағатта ашыды. Негізі 1,5-2 сағатта толықтай ашитын болады. Рецепттер ұнаса,
каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Мінекей қамырымыз ашыды. Енді азырақ ұн сеуіп, қамырымызды біркелкі етіп жаятын боламыз. Қамырымыз қатты қалың немесе қатты жұқа болып қалмау керек. Шамамен 1-2 сантиметр қалыңдықта болу қажет. Мінекей қамырымызды жайып болдық, енді формаға келтіреміз. Менде осылай қамыр кесетін бар еді. Менің көзіме кішкене көрінгеннен кейін осылайша стаканмен кескен болатынмын. Дөңгелек қып, осылайша формаға келтіріп кесетін боламыз. Мінекей толықтай барлығын кесіп болдық. Енді ортасын осылайша насатканың көмегімен кессеңіздер болады. Егерде насатка болмаса, баклажканың крышкасымен кез келген кішкентай затпен, дөңгелек затпен кессеңіздер болады. Мінекей барлығын кесіп болған соң, бетін сүлгінің көмегімен жауып, 15-20 минутқа көтерілуге қоятын боламыз. Және де газге майды орташа отта қыздырамыз. Қатты қызып кетсе, біздің пончиктеріміз бірден пісіп, арасы шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан орташа отта қыздырып бастап, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Пончиктарымыздың асты қызарды, енді келесі бетін осылайша айландырып қызартып аламыз. Піскен пончиктарымызды салфетка төсеп, соған жаятын боламыз. Майын құрғату үшін. Енді келесі кезекте бетіне жағатын шоколадты дайындаймыз. Мен Қазақстан шоколадын пайдаландым. Осылайша 100 грамм шоколадқа 15 грамм сары май қосып ерітіп алдым. Сіздер сливки қосып ерітсеңіздер де болады. Микроволновкаға салдым. Міне пончиктерімізді шоколадқа батырып, осылайша конфетиктермен сәндесеңіздер болады. Барлығын батырып, түрлі түсті конфетиктермен, түрлі түсті шоколадтармен сәндесеңіздер болады. Мен тек қана қара шоколад жақтым. Балаларға өте қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Орташа отта пісіргендіктен осылайша арасы шикі болмай, әдемі көтеріліп, таза пісіп шығатын болады. Өте дәмді шықты, ас болсын баршаңызға.
свежий капустамызды осылайша майдалап турайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: қияр, помидор, сәбіз, чеснок, капуста қажет болады. Осылайша капусталарымызды жіңішке етіп тураймыз. Қиярымыздың ортасынан екі бөліп, қиярымызды да жіңішке етіп турайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Қиярымызды турап болған соң, қызанағымызды тураймыз. Осылайша орташа көлемде турайтын боламыз. Сәбізді қалауыңызша майдалап турасаңыз да болады, немесе үккіштің көмегімен үккіштен өткізсеңіздер болады. Егерде чеснок езетіндеріңіз болмаса, осылайша теркінің осындай жерінен майдалап чесногымызды езуге болады. Укроп, петрушка қоссаңыздар болады. Мен тек укроп қостым. Осылайша укропымызды майдалап турап аламыз. Дәміне қарай тұз, паприка, қара бұрыш себеміз. Китайский тұз немесе кәдімгі тұз қолдансаңыздар болады. Және де майымызды қыздырып құятын боламыз. Бір қасық соя соус құямыз. Осылайша барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жақсылап араластырып, тарелкаға салып ұсына беруге болады. Рецепт ұнаса, каналға тіркеле кетіңіздер.
Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында гамбургер әзірлейтін боламыз. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық ашытқымызды салып, еріген сары майымызды және де сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, бургеріміздің булочкасына қамыр илейтін боламыз. Електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып, орташа тығыздықта қамыр илейміз. Дәл бургер кеңдегі гамбургерден кем түспейді. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Қамырымыз дайын болды. Енді азғана бетіне сұйық май құйып, кішкене басып, қамырымызды ашуға бетін жауып, 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды. Енді бөліктерге бөліп, бірдей бөліктерге бөлеміз. Таразының көмегімен немесе көз мөлшерімен бөлсеңіздер болады. Менде осы рецепт бойынша 8 булочка шықты. Домалақ етіп, дуалай етіп, табамызға салып, бетін матамен жауып қоямыз. 5-10 минуттан кейін жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне әсемдік үшін күнжіт сеуіп, пеште 180-200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Нанды қанша градуста пісіресіздер, сол градуста пісірсеңіздер болады. Енді котлеттін әзірлейтін боламыз. Булка нанның, жарты булка нанның ортасындағы бөлігін аламыз, су құйып жібітіп аламыз. Алдын ала тартылған етімізге салып араластыратын боламыз. Жақсылап езіп етімізге араластырамыз. Тұзымызды, бұрышымызды салып араластырып, 1 жұмыртқа саламыз. Котлетімізді дөңгелек етіп, формаға келтіріп, бөліктерге бөліп аламыз. Менде осы котлеттен 8 котлет шықты. 8 бөлікке бөліп алдым. Көз мөлшерімен бөліп алдым. Булочкаларымыз да пісіп шықты. Енді бұлардың ортасын кесіп, суығаннан кейін міндетті түрде суытып алғандарың үшін менде алдын ала пісіріп қойғам. Суығаннан кейін ортасын кесіп дайындаймыз. Міне жұмсақ әдемі булочкаларымыз дайын болды. Барлығын осылай бөліп аламыз. Булочкамызға майонез кетчупты араластырып, соусын дайындап қоямыз.
котлетімізді пісіретін боламыз. Котлетімізді осылай салафанның көмегімен жайып алсаңыздар болады. Жұқа жақсы пісуі үшін, қалың болып, шикі болып қалмас үшін. Қызып тұрған отта табамызға азғана май құйып, екі жағын қызартып, жақсылап пісіреміз. Отымыз қатты болмауы керек, орташа отта болу керек. Жақсы пісу үшін бетіне сырымызды қойып, сәл қыздырып алсақ та болады. Осылай тарелкамызға салып дайындап аламыз. Енді булочкамызға соусымызды жағып, салатный листімізді төсеп, котлетімізді, сырымызды саламыз. Бетіне помидорды қойып, бургеріміз дайын болады. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сондай таяқшаларды да тығып қойсаңыздар болады, ажырап кетпес үшін. Мен негізі сәндік үшін жасадым. Міне өте дәмді гамбургерлеріміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Қайырлы күн достар, сіздермен Аязжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір қамырдан 2 пирог әзірлейтін боламыз. Карамельный және творожный. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен қамырымызды әзірлейміз. Електен өткізілген ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды араластырып, крошки жасайтын боламыз. Жақсылап ұн мен сары май біркелкі болып араласуы қажет. Егер де мұздай болса, үккіштің көмегімен үккіштен өткізіп жасасаңыздар да болады. Қантымызды араластырамыз. Қопсытқышымызды салып, және де жұмыртқамызды салып, песочный қамырымызды әзірлейтін боламыз. Заттардың мөлшерін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Енді тоңазытқышқа 1,5 сағатқа салып қоямыз. Осы уақытта біз салмасын әзірлейтін боламыз. Алдымен творожный пирогтың салмасын әзірлейміз. Сүзбемізге қаймағымызды саламыз, және де 2 ас қасық кукурузный крахмал саламыз. Кукурузды крахмал салсаңыз да, салмасаңыз да болады, және де 1 жұмыртқа салып, блендерден өткізетін боламыз. Қант саламыз. Блендерден өткізіп, салмамызды әзірлеп қоямыз. Енді осы уақытта песочный қамырымыз мұздады. 24 сантиметрді, диаметрі 24 сантиметрлік формамызға қамырымызды орналастыратын боламыз. Егер де менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл, оңай рецепттермен бөлісіп отырамын. Мінекей қамырымызды біркелкі етіп орналастырып,
Кейіннен вилканың көмегімен осылайша басып шығамыз. Қамырымыз қатты көтеріліп кетпес үшін. Творожный массамызды құйып, осы уақытта духовкамызды 180 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Шеттері қызарып бастағанда аламыз және де суға 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Келесі кезекте екінші қамырымыздан карамельный пирогымызды жасаймыз. Барлығын біркелкі етіп, қамырымызды орналастырамыз. Енді карамельді массамызды дайындаймыз. Оған бізге қаймақ қажет болады. Және де вареная сгущенка. Вареная сгущенканың міндетті түрде қою түрін алыңыздар. Сұйық түрі дұрыс болмай қалуы мүмкін. Және де жұмыртқа саламыз. Жақсылап біркелкі етіп араластырып. Кукурузды крахмал саламыз. Крахмал міндетті емес. Тестамызға құйып орналастыратын боламыз. Бұл кезде де духовкамызды 180 градуста 35-30 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей пирогтарымыз дайын. Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Бүгін сіздермен жылқы етінен дәмді жұмсақ қуырдақ жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен қазанымызға сұйық майымызды құйып, аздап қыздырып алатын боламыз. Кейін тұздалған етімізді саламыз. Алдын ала аздап тұздап алдым бұл етті. Және де аздап араластырып, қуырып бастаймыз. Отымыз орташа баяу отта қуырамыз. Егер де қатты отта қуыратын болсақ, етіміз қатты болып, дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сол үшін орта отта қуырып бастаймыз.
Мінекей етіміз қызарып, 1 сағаттай уақыт өтті. Алдын ала тазартылып, туралған картоп пен бауырды салып, қозғамай бетін жауып қоямыз. Өзінің буымен шамамен жарты сағаттай уақыт тұрды. Кейін араластырып, тағы бір 20 минутқа қоямыз. Бауырды картоптан кейін салу себебі етпен бірге қуырса, бауыр қатты болып пісіп қалады. Сол себепті картоппен бірге салсаңыздар, бауыр жұмсақ болып, әдемі болып пісетін болады. Енді бір тағы 20 минут қоямыз. Мінекей қуырдағымыз дайын болды. Өте дәмді шықты. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Мінекей жұмсақ өте дәмді қуырдағымыз шықты. Ас болсын баршаңызға. Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры езілмейтін дәмді бешбармақ жасайтын боламыз. Алдымен етімізді тазалап жуып, үлкен ыдысымызға салатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Етіміздің барлығын 2 қайтара жуып, ыдысқа салып, ыдысымызға таза су толтыратын боламыз. Толтырып, үлкен ыдысымызды газдың астын қатты қойып, етімізді бір қайнататын боламыз. Бір қайнағаннан соң көбігі шығады. Көбігін сүзгіштің көмегімен жайлап сүзіп аламыз. Етіміздің астын орта отқа қоямыз. Енді орта отпен 2-2,5 сағат етіміз жақсылап қайнайтын болады. Көбігін 2 қайтара аламыз. Көбігін алып болдық. Енді пияз бен болгарский салып қайнатып қоямыз. Етіміз қайнағанша қамыр илейміз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға етіміздің сорпасынан алып, қамырды өз сорпасына илейтін боламыз. Сонда өте дәмді, езілмей әдемі шығатын болады. Сорпасын 2 жұмыртқа және де 2 ас қасық май құйып қамыр илейміз. Мөлшерлерін описание бөлімінде қалдыратын боламыз. Қамырымыз қатты болып иленеді. Ыдысымызды тазалап, июін қандырып, қамырымыздың бетін жауып, демалдырып қоятын боламыз. Тұзын дәміне қарай саламыз. Менің сорпам ащы болғандықтан тұз салмай иледім. Сіздер сорпаларыңыздың немесе су құйсаңыздар, судың мөлшерін дәміне қарап тұз саласыздар. Қамырымыз осылай демалғаннан кейін 5-10 минуттан кейін тағы бір илеп, зуала қылып қоямыз. Менде жайылған видеом түспей қалыпты. Және де осылай дөңгелек етіп қамыр жаямыз. Осы қамырды тоңазытқышта да қатырсаңыздар болады. Менде бір қамыр алдын ала қатырылған қамыр болатын. Жаңағы мөлшерленген қамырымыздан 2 зуала қамыр шығады. Міне осылай дөңгелек етіп жайып, кесіп аламыз. Және де осы уақытта мен етімді сүзіп алдым. Етім қайнап шықты. Енді қайнап тұрған сорпаға қамырымызды шетінен бастап саламыз. Себебі шеті сәл қалың болса, бірінші пісіп,
шығатын болады, жақсы пісіп шығатын болады. Сорпамыздың да тұзына қараймыз. Егерде тұзы ащы болса, су құямыз. Егерде тұзы татымы аз болса, тұз салып, дәміне қарап, қамырымызды салатын боламыз. Барлық қамырымызды кезек-кезек салып, осылай ожаудың көмегімен араластырып отырамыз. Қазанымыздың асты қатты жанып тұрған болуы қажет. Барлығын салып болған соң бетін бір жауып, кейіннен ақ көбік шығып бастайды. Осылай ақ көбігі шығып қайнап, ақ көбік тарағаннан кейін қамырымыз пісті деген сөз. Шамамен 10-12 минуттай уақыт кетеді. Қамырымыз езілмей әдемі шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Еттің тұздығын мен сорпаның майын алған болатынмын. Біздің үйде пиязды жақсы жемегендіктен солай сорпаның майын алып құятын боламын. Сіздер солай сорпаның майына пиязды турап, бір қайнатып, еттің тұздығын жасасаңыздар болады. Егерде пиязды ұнататын адамдар болса. Осылай барлық қамырымызды сүзгішпен сүзіп аламыз. Және де қамырымызға бір ожауымыздай су құйсаңыздар, қамыр жиырылып, езілмей әдемі түсетін болады. Қамырымызды алып болдық. Тұздық сорпаның майын құйып, енді етімізді салып ұсынатын боламыз. Сорпаның майын құйсақ, қамырларымыз бір-біріне жабыспай әдемі шығатын болады. Мінекей біздің етіміз дайын болды. 5 бармақ дейді, 5 бармақ дейді. Ет ауқат, ет асу деп атайды бізде. Сіздерде қалай атайды, комментарийде қалдыра кетіңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет, ас болсын баршаңызға. Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қатпарлы қаттама жасайтын боламыз. Өте әдемі қатпарлы болып шығады. Маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізе отырып, барлық ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл әрі оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қатты жұмсақ болмайды, орташа тығыздықта болады. Енді демалдырып 10 минутқа қойып қоямыз. Он минут өтті. Қамырымызды, бір зуала қамырымызды 4 бөлікке бөліп, осы бір зуала қамырдан 4 қаттама шығады. Осылайша 4 бөлікке бөліп, тағы демалдырып, тағы 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Қамыр қаншалықты демалса, ол тез әрі жеңіл жайылатын болады.
Мінекей 10 минут уақытымыз өтті. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Аздап ұн сеуіп, қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Қамырымызды жайдық. Бір қамырымызды бөлек алып қоямыз. Кейіннен екінші қамырымызды жайып, солай барлық қамырымызды жайып алатын боламыз. Мінекей бөлек алып, екінші қамырымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Келесі кезекте арасына жағатын майымызды ертеміз. Менде үш майдан жасалған тоң май және де ақ май қосылып араластырылған. Жайған 4 зуала қамырымызды да бір-бірінің үстіне қойып, арасына май жағатын боламыз. Кейіннен осылайша жіңішке етіп кесіп, дөңгелектеп орайтын боламыз. Алдымен 4 дөңгелек жасап аламыз. Кейіннен кезек-кезек жаңағы дөңгелектерімізді орап, қаттама жасайтын боламыз. Менде 4 зуала арасына май жаққан видео түспей қалыпты. Үст-үстіне қойып, арасына май жағып жасайтын боласыздар. Барлығын осылай дөңгелек етеміз. Сонда қатпарлы әдемі болып шығады. Барлығын кезек-кезек орап болдық. Мінекей осылайша дөңгелек етіп, тарелкамызға салып, холодильникке 20 минутқа қоятын боламыз. 20 минут уақытымыз өтті. Ендігі кезекте осылайша оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп, қаттаманың формасына келтіреміз. Барлығын бір жайып алып, демалдырып қоямыз. Қамырды жайып болғанша табамызға май құйып қыздырамыз. Көп майдың қажеті жоқ, аз да болмау керек. Орташа май құйып, қызған майға қаттамамызды екі бетін қызартып пісіріп алатын боламыз. Қаттамамыз қызарып пісті. Осылай кезек-кезек барлығын пісіріп аламыз. Ыстықтай жанұямызға
береміз. Өте дәмді қаттама шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға. Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен творожный пирог жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салатын боламыз. Кейіннен жарты шай қасық тұз, қант, бір жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырамыз. Бір шай қасық разрыхитель саламыз. Үш ас қасық қаймақ. Және де бөлме температурасындағы сары майды салып, жұмсақ етіп, песочный қамырын илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ қамыр болып шығады. Жақсылап араластырып илейміз. Кейіннен илеген қамырымызды салафанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеле кетіңіздер. Жарты сағатымыз өткенше енді біз салмасын дайындаймыз. 500 грамм сүзбеге бір жұмыртқа, 3 ас қасық қаймақ саламыз. Мендегі үйдің сүзбесі, дүкеннің кез келген сүзбені қолдансаңыздар болады. Және де қант, бір шай қасық ванильный сахар қолданамыз. Ванильді сахар өз қалауыңызша қолдансаңыз да, қолданбасаңыз да болады. Және де осылайша блендердің көмегімен жақсылап езіп араластырып алатын боламыз. Барлығын араластырып болған соң, жаңағы песочный қамырымызды алып, екі бөлікке бөлетін боламыз. Бір бөлігі үлкен, бір бөлігі кішкене болғаны дұрыс. Және де үлкен бөлігін осылайша қалыпқа салып, бір келкі етіп жаятын боламыз. Бұл песочный қамырды басқа да пирогтардың тестасына қолдансаңыздар болады. Вилканың көмегімен осылайша тесіп шықсаңыздар болады. Қамырымыз қатты көтеріліп кетпес үшін. Енді салмасын саламыз. Бір келкі етіп жаямыз қамырымызға. Осы уақытта пешімізді 180 градуста қыздырып қойғамыз. Үстіндегі қамырымыздың кішкентай бөлігін оқтаудың көмегімен жайып, қамырымыздың үстін сәндейтін боламыз.
Осылайша сәндеп 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шықты. Ас болсын баршаңызға.